Сәлеметсіңдер ме менің оқырмандарым. Құрақтың бір бөлшегі болып келетін осы тырнақша құрақты сіздерге қайтадан көрсеткім келіп отыр. Себебі бұның тура шығуы, шықпауы осы алғашқы бірінші фундаменті деп айтамыз ғой. Сол фундаментіне байланысты. Осыған мұқият қарап зер салыңыздар. Мынау 4,5 шаршының бұрыштарын мынау астындағы табандықтың диагоналына тура келтіреміз. Мына сызықтарға. Және оны тігіп аламыз. Артық жіптарын сразу алып тастайық. Мәреге апарып қоямыз. Енді сіздерге қазір көрсетемін. Ең бірінші матаның түгіне қарайсыздар. Түгін төмен қаратасыздар. Сөйтіп алдымен бұған тігістің орнына 0,4 мм тігістің орнын белгілейміз. Содан кейінгі қалған кеңістікті дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Мінекей. Енді біздің мынау тігісті мынамен жүргіземіз. Одан кейінгі белгіні мына сызыққа тура келтіреміз. Мына қазір сіздерге туралап көрсетейінші. Басқасынан. Мына қазір алдымен түгін төмен қаратып алыңыздар. Түгін төмен қаратып алыңыздар. Сосын барып мінекей тігістің орнына белгі саламын. Содан кейінгі ұзындықты дәл ортасынан белгі қоямын. Енді осыны астыңғы тігілген лентадан асыра салып, мынау белгіні мына сызыққа туралаймыз. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Құрақтың түзу шығуы, құрақтың сұлу болып шығуы осы фундаментіне байланысты. Мынаны қайырып алып, қырқуды ұмытпаймыз. Мына екінші лентамызға және тағы солай тігістің орнын белгілейміз. Одан кейінгі кеңістікті 2-ге бөлеміз. Оғанда белгі саламыз. Енді ол белгіміз, мына түзу сызықтың бойына тура келу керек. Осыны ұмытпаңыздар. Енді бірінші лента қойылды, белгі салынып, екінші лента белгі салынып қойылды. Үшінші лентаны белгі салмаймыз. Бірақ мынау астындағы атасы, сәл жайыңыз.
астындағы тігілген лентадан мынау кейінгі қойған 3-ші лентамызды асыра қоюды ұмытпаңыздар. Мына ұқсап асырып қоясыздар. Міне 1-ші лента мен 3-ші лента қатар жату керек. Бұл жерде белгі самаймыз. Енді 0,4 мм-мен тігісті жүргізіп өтеміз. Қайырып алып, қырқауды әдетке айналдырамыз. Сосын ленталардың бас аяғынан 2-3 мәрте қайталап тігуді ұмытпаймыз. Ол бекіту, мықтап құрақты бекіту. Құрақтың өмірі жасы ұзақ болу үшін. Енді мынау 2-ші лента, мынау 1-ші лента еді ғой, мынау 2-ші лента мен 4-ші лентаңыз қатар жату керек. Бір-бірінің үстіне шығып кетпесін, жетпей қалмасын. Тура осылай. Енді 0,4 мм-мен енді тігісті жүргізіп өттік. Енді қайырып отырып қырқып аламыз. Мінекей, мына жерде мұқият қарасаңыздар, мынау ең бірінші сары лентамыз тік 4 бұрышты шаршы болып шықты. Міне көрдіңіздер ме? Тура осындай болу керек. Енді мына бұрыштың 2-3 қадам жоғары өтеміз бері қарай. Сосын мәреге барып тұрамыз. Енді 2-ші қатарда тырнақшалар тігіледі. Тырнақшаны неге сүйеніп қоямыз? Мына бұрыштарға сүйенеміз. Мына бұрышқа сүйеніп, бұрышын бұрышына келтіріп қоямыз. Және де мына жерде не бар? Астында білесіздер. Айқасқан жер бар, мынаның айқасқан жер. Мінекей. Айқасқан жер. Осы жерде тігіс өту керек, мінекей. Тура осыны жобалайсыздар қазір. Міне көрдіңіздер ме? Тура мынаның астында шаршының ұшынан өту керек. Мына бұрышына мына бұрыш сәйкестендіріп салып қоямыз. Енді мына жердегі сіздерге тағы да белгілі болу үшін астындағы айқасқан жерді белгі қойып, осымен былай жүріп отырамыз. Мінекей. Тігіс осылай түсу керек. Көрдіңіздер ме? Мінекей, көрдіңіздер ме? Мынаның ұшынан мынау тырнақша түседі. Мына жерде сәл лентаның артық басы бар, енді оған дейін апармай ақ қойыңыздар. Бірақ мына ұшымен мына жағын турлап отырыңыздар. Енді міне тағы да сіздерге белгілі болу үшін тігіс осылай түсу керек.
Жақсы көрініп тұр ма? Мінекей тура осылай тігістесу керек. Мінекей көрдіңіздер ме? Мынау сары бағана шаршы болып шықты. Тік болып тұрды. Одан кейін мына көк мінекей екінші шаршы болып шықты. Осыны ұмытпаймыз. Атасы жайлы қойшы. Мына жерде мына қараңыздар. Бұл жерге неге сүйеніп қоямыз? Ендігі келесі екінші қатар лентаны мына көк лентаның шетімен өлшеп отырып 1,8 1,5 1,8 өлшеп аламыз. Осының бойымен қоямыз енді. Алла. Мінекей енді қараңыздар қазір. Мынаның түгін төмен қаратып аламыз. Енді бұған ешқандай белгі салмаймыз. Бұл екінші қатарлы лента. Мына жаңа белгі салып қойған жерден бастап лентаны осылай қойып шығамыз. 1,8 мм осылай қойып алдық. Және мына сызықпен мына басын өлшемімен мына сызықпен мына лентаның өлшемінің екі ортасы бірдей болсын. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Енді және тағы да 1,8 мм өлшеп аламыз мына жерде. Мына астыңғы бірінші қатардағы лентаның тұсына қойып алдым линейканы. Мінекей. Енді 1,5 1,8 мынамен аламын.
Енді және тағы да 1,8 миллиметрді өлшеп аламыз. Лентаның шетіне қойдым. Мына лентаның шетіне. Енді 1,5-ыңыз мынау, 1,8-іңіз мынау. Және тағы да 1,8-ді өлшеп аламын. Екінші қатар лентаны мінекей болды. Енді бұл жерде біз неге сүйенеміз? Мына бұрыштардан шығарған диагоналы бар еді ғой бағана. Сол мынау құрақтарымыздың бұрышы осыған тура келіп тұру керек мінекей. Сонда құрақ айнамайды, айналмайды, дұрыс деген сөз мінекей. Мынаған келіп тұр. Мына бұрышы мынаған келіп тұр мінекей. Көрдіңіздер ме? Ал және мына жерден және сардың тік төртбұрыш шаршы сары шықты мінекей. Сол үшін есеппен тігеміз. Енді екінші қатардағы лентаны тігіп болдық. Енді оның үстіне үшінші қатар тырнақшаны тігеміз. Бұны да бағанағы өздеріңіз көрсеткендей мына бұрыш пен мына бұрышты сәйкестендіріп қоямыз. Және мынау астындағы айқасқан бұрышты ұсақ-ұсақпен белгілеп отырып мінекей. Енді тура осының үстінен жүргіземіз. Бұрышты басып кетпеу керек. Мінекей. Бұрыш желінбеу керек, және алшақ кетпеу керек. Түсіндіңіздер ме? Мына қабырғамен мына қабырғаға бұрышқа сәйкестендіріп қоямыз. Енді мына жердегі айқасқан астындағы бұрышты қолдарыңызбен
bayqap oturup oş yerini jänlen tigis жүрgüzýümiz. Meneki gördüňizlermi? Mundan sırtına biti muna sausakpen kollaryňyz beýde bayqap otsaňyzlar bolady. Endi ılgy da jaňa nemen karandaşpen nit sürmeye koyu gerek da. Belgi. Sol üçün meneki mına gabraga men mına gabraga tuurlap koydum. Buruşuna geldirip buruşuna. Endi mına jerdegi ayhaskan jerge tigizdi jakyndatyp sürýümün. Meneki gördüňizlermi? Buruş jilinbegi gerek. Jene alçak ketbegi gerek. Tuura üstüne jänlen düşүү gerek. Mına buruşka mınanyň buruşyny tuurlap akep koýamyn. Osuny unutmaňyzlar. Jene mına jerde ustaýyp oturup mına jerde ustaýyp oturup endi 2 gatar kök lentamyz ötdi. Endi 3-nji gatarga geldik. Endi bu кезде kaysyna süýenemiz? Sonu görüňizler. Mana jerde baykasaňyzlar, lentanyň şeti bar mine jerde men. Toora osu üstümen koyamız endi. Mına lentanyň şetin osugan süýene oturup osunyň üstümen koyamız. Meneki toora üstümen koyup oturman men hazır. Kol men bitip ustap oturup meneki. Endi görünbeydi goý. Sol üçün endi mına şeti görünüp durmadan garaňyzlar. Osuň şetimen bir diýip mına lentany koýamyn üstüne. Sonda tigisimiz kıysaýmay tüzüw şygady.
Мінекей құрметті оқырмандарым, мен болдым. Бұл жерде менің діттегенім мынау тырнақша құрақтың размері 15-те 15 шығу керек. Сол үшін мен жаңағыда есептеп бәрін сіздерге фундаментінен бастап көрсетіп отқаным сол. Мінекей 15-те 15 шықты, міне көрдіңіздер ма? Міне осындай қылып бәрінің размерін бірдей алсаңыздар, сонда нелеріңіз, жаңағы көрпешелеріңіз барлығы бірдей болып, андай ұзындықтары да енді бірдей болып шығады. Мінекей көрдіңіздер ма? Осы ұқсап, бұл құрақтың бір бөлшегі ғана. Осы бір бөлшегінің өзін есеппен туралап, мыналардың барлығы бір қалыпты шығатындай етіп отырсаңыздар, сонда сіздер ештеңе ұтылмайсыздар. Қисық шықпайды, түзу шығады, сұлу шығады құрақтарыңыз. Сол үшін бұл не керек? Мінекей артын тігісін көрдіңіздер ма? Үзбей бастап, инені бастап тіктік, соны аяғынан бір-ақ шықтық. Мінекей тура осындай қылып. Бұны сатсаңыздар да, үйге істесеңіздер де, мұғалықты жақсы да, тұрақты, сұлу көрінеді әрі. Мінекей құрметті менің оқырмандарым, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.